Енді жаңағы даудың басы Дайрабайдың көк сиыры дегендей, Қазақстанда қазір тренд болып жатыр ғой, осыған байланысты. Яғни мына қуыс кеуделікке ұрынып қалып, көкірегіндегі мына азынаған, мына рухани азаптан кәдімгі ығыр болып кеткен жүйкесі шығарған әйелі де, еркегі де жаппай мына психологтарға қарала беретін себебі сол. Жаңағыдай Инстаграмда отырып, біреу мен психологпын деп әшейін статусына өтірік жасаса, соған бараттағыны жазылып ақша төлеп соның әңгімесін тыңдап отыра береді. Енді мысалы соған орай адамдар шағым айтады. Ойбай, кім болса сол психолог болып кетті, анау деп. Бұл жерде олардың көбеюі заңды, себебі нарықтың өзінің заңы бар. Сұраныс шықты ма, сенің сұранысыңды өтейтін тағы біреу табыла кетеді деген сөз ғой. Сондықтан Қазақстанда бұл логотерапияның мамандары жетіспейді. Және ол логотерапия мамандары жетіскенде ол әшейін құр логотерапияның академиялық теорияларын жаттап алып, Юнг бүйдеді, Фрейд бүйдеді, Франкл бүйдеді деген жетіспейді. Бұл Қазақстандағы жаңағы азап шегіп отқан әйелдердің бәріне өзінің ана тілінде, өзінің төл мәдениетінде сөйлейтін маман болу керек. Осы қиссалардың бәрін жатқа соғатын маман болу керек ол негізінде. Кәдімгі өнер алды қызыл тіл дейді ғой, сол сөйлей алатын болу керек, ананы айта алатын болу керек. Ал ондай адам жоқ, ешкім оны қызықпайды. Олар отырып алаттағына, сосын енді жаңағы жан азабы шыдатпай, жаңағы экзистенциялық фрустрацияда ол жаны қиналып, сығылып атқан, жанын қайырға жер таппай атқан адам, ол ана алдында отырған адамның деңгейін, білімін тексеретін шамасы жоқ оған моральный снотворный деп те айтады. Моральный снотворный деген өзінің жанын азабын басу үшін, оған бір тыныш ұйқы сыйлау үшін, өзін алдап ұстап отыру үшін кез келген нәрсеге ол барып басын тыға береді. Аяқ астынан намаз оқып кете салады, бірден жұмаға кетіп қала салады, өзін жұбатып отырады. Енді әйтеуір бір жерге барып жүрмін ғой, енді Құдайдың санатында бар шығармын деп өзін жұбату. Бірақ бұның түбі жақсылықпен аяқталмайды, негізі бұл трагедияға кетіп бара жатқан нәрсе. Сондықтан бұл жерде енді мамандар жетіспейді екен деп олардың тағы отыра алмайды. Оның бір ғана жолы бар. Бұл хабарды тыңдап көріп отырған, осы жан азабын шегіп отқан ата-аналардың бәрі, әйелдер болсын, қыз-келіншектер болсын, бәрі өзінің ата-бабасынан қалған осы рухани жолға қарай қайтады. Енді осы жерде біз Яссауиге қатысты енді шарпысатын жерге енді келдік біз. Не үшін біз Қожа Ахмет Яссауидің зікірлерін, хикметтерін айтып насихаттап отырмыз мысалға? Енді логотерапияны таңдағаннан кейін сол жолмен, академиялық жолмен кетіп қалмадың сен, таза ғылым қуып деген сұрақ бар ғой. Мынаған сен қайта-қайта қарайлап мынаған кете алмай тұрсың. Себебі қазақта мақал бар. Ескі дейді, жаңаның қазығы дейді. Яғни жаңа бір нәрсені сен ойлап табатын болсаң, ол бәрі классикаға, ескіден келе жатқан нәрсеге, қазыққа бар байлану керек. Мына логотерапияның да байланатын себебі бізге бұл осы мән, мағына, ғибрат, құндылық атаулының бәрін жасап, жаңа беташарда айттық қой. Оң қолмен амандасуды айттық. Соның бәрінің барып осы тарап жөн жосығымен жүріп атқан осы мәдениеттің бәрін бізге сіңістіріп үйретіп кеткен негізгі мектептің осы мектептің негізін қалаған адам ол Қожа Ахмет Яссауи. Бұлар жаңағы ислам әлемі мен түркі әлемі екі жақ келіп шарпысқан кезінде түркілердің бұрыннан келе жатқан ата-бабасынан келе жатқан салт дәстүрлердің бәрін жоймай, бұны Құран рухымен суараттағыны, екеуі мәмілеге келтіреді тағыны, ортақ бір мәнде түйістіреді тағыны, жаңа мәдениет қылады тағыны, ары қарап келесі буынға лақтырып жібереді. Ол сол толқын ары қарай кете береді. Енді Құдай ұрып қалған кезде қазақтар, қазіргі модерн қазақтарды айтып отырмын, екі оттың ортасында қалды. Бұларды екі жақтан соққылайды. Біреуі таза ғылымға, академиялық ғылымға, рационалды ғылымға табынып кеткен жағы. Бұлар киелі нәрселер, құндылық дегенді мойындамайды. Бұл дінмен байланысқан кез келген заттың бәрін бос әурешілік, пайдасы жоқ. Оның орнына таза академиялық кітаптар оқып, адам ғалым болу керек. Сол ғылым ғана бізді құтқарады дейді тағыны. Олар да ұрынады осы нәрсеге. Адамдарды, олар да құндылықтардан айырып жібереді. Оны Франклда айтады өзінің кітабында. Ал екінші тарапы бұл шатақ діндер деп шәкәрім айтады. Яғни бұлар қазақтың салт дәстүрлерінің бәрін мансұқтайды. Бұның бәрін мәнсіз, мағынасыз, адасушылық, тіптен шектен шыққандары енді беташарда ширк, бұл Құдайға ортақ қосу деген сандыраққа дейін алып барды ғой енді. Енді осы екі оттың ортасына түскен адамдардың көкірегіндегі бұл ауру енді асқына береді меніңше. Және бұлар енді тағдырларын күйретіп тынады-ау деп өзім ойлаймын, енді өте қауіпті тенденция. Құтылудың бір ғана жолы қайтадан осы Түркістан, түркі әлемінің рухани қазығы Әзірет Сұлтан Қожа Ахмет Яссауи бабамыз бізге осы жолдың бәрін үйреткен деп өзінің мәдениетіне баяғы ата-бабасынан қалған сол жаңағы бейсенбі күні жеті шелпегін пісіру,
әруақтардың басына арнайы барып құран оқу, киелі жерлерді зиярат ету деген нәрселеріне қайтып оралу керек. Келін түскен кезде жаңағыдай бетін бүркеп қойып еркек атаулы көрсетпейтін мына бетінде пайда болған тұрпайы дәстүрлерінің бәрінен бас тартып, бұрынғы өзінің жаңағыдай келін түскеннен кейін ауылдың ақсақалдары жиналып келін шай ішеміз деп келіннің шайын ішпей ме? Соның нәрселердің бәріне оралады. Оның бәрінің өзінің мәні, мақсаты осы қиссалармен айқындалып тұрады. Енді Қожа Ахмет Яссауиге нап акцент қойылып жатыр деген кезде логотерапияда мынандай арнайы бір бөлім барады. Ultimate meaning дейді. Ultimate meaning деген сөз, мысалға, әр адамның өзінің өмірде атқаратын бір миссиясы бар. Сен мынау үшін туылғансың, сен мынау үшін жаралғансың деп айтып келе жатады ғой. Бірақ соның ішінде логотерапияда Франкл айтады. Енді адамның сондай бір ірі типтер болады дейді. Оларды мынандай әрбір адамның мойнындағы жекелеген субъективті миссиялар оларды онша қатты қызықтырмайды дейді. Оларды дейді, осы миссияны бұларға жіберіп отырған қайнақ бар емес па дейді. Сол жерде отырған қожайын дейді, миссия. Құдайды айтады ғой енді. Соның өзі қызықтырады оны дейді. Мен бұны тамақсынбаймын деген ғой. Майда шүйде мәндерді ол егер маған ойыншық, мен осының қожайынымен осы дүниеде бетпе-бет ұшырасам дегендер ғой. Көрдіңіз, бұны орысша сверхсмысл дейді. Енді ағылшынша ultimate meaning деп айтады. Біз енді бұны өмірдің асыл мұраты деп аударуға да болады. Енді ең ұлы мұрат, ең ұлы мақсат деп те аудардық. Бірақ негізі бұл асыл мұрат деген терминге келеді негізінде. Өмірдің асыл мұраты не деген кезде. Ал ол Қожа Ахмет Яссауиде өмірдің асыл мұраты ол үшін осы дүниеде көкірек көзін ашып Құдайдың дидарымен қауышу. Көрдіңіз, ол өте биік деңгейге қарай кетті. Қожа Ахмет Яссауи отырып алып, менің арманым осы түркілердің бір мемлекетін құрып, Қараханиттер деген осындай бір мемлекет құрсам деп едім, деп ол бір тек мемлекеттік деңгейде қалмайды. Олға мемлекет құрудың өзі ол бер жағындағы дүние. Ол өзі құрылады. Біз әуелі мына өзіміздің асыл мұратымызды анықтап алайық. Мемлекет ешқайда қашпайды деген әңгіме ғой. Ал бұл асыл мұраттен сіз қалай, неге қарап анықтайсыз? Кітап түскен халық болғаннан кейін сіз кітапқа қарап анықтайсыз оны. Яғни бұл түркі мұсылмандарының киелі кітабы әлбетте Құран кәрім болады. Сондықтан бұл Құраннан шығарады. Яғни «Васбир нафсака ма'аллазина яд'уна раббахум бил'адати вал'аши юридуна вajhahu» дейді. Бұл не деген сөз? «Васбир нафсака», яғни сенің осы дүниеге байланғыш, осы дүниеге бауыр басқыш нәпсіңе тоқтау сал дейді. Сен оған қой атыр айналайын деп, енді ауыздығын тарт ананың дейді. Сөйттағына таңда және кешке Құдайдың дидарын көремін деп жалбарынатын адамдардың тобына барып кірді. Сен солай ма? «Уәлә таъду айнака анху туриду зинатал хаятид дуния». Мына дүниенің жылтыраған қызығында сенің шаруаң болмасын дейді. Оған кірме сен дейді. Егер дидар талап болсаң деген ғой. «Уәлә тутиъ ман ахфална қалбаху ан зикрина ваттаба хаваху вакана амру фурута» деп бұл аят бітеді. Яғни бізді еске алатын сондай ақ жүрек қауымдардан жүрегі кесілген ғафылдарға сен жолама, оларға бағынышты болма, оларға мойның басыңды име, мойынсынба. Олар өздерінің жанында құмарлықтарының ізінен кетіп, соның құлы болды дағыны, істеген ісінің бәрі шектен шығып бітті оның шаруасы дейді. Көрдіңіз, осы Құранның бір ғана аятынан тұтас мынандай бір мәдениет өндіріп шығарады, дидар талап деген. Яғни бұлардан арғырап күшейе береді бұлар. Нағыз еркек болсаң дейді, нағыз ер болсаң дейді. Онда сен Құдайдың дидарын көрем деп жыла дейді. Сондықтан жағы нағыз еркек Құдайдың дидарына ғашық болады, қатындар дүниеге ғашық болады, қыз-теке жұмақтағы хор қыздарына ғашық болады деген категорияларды осылар өлшемдерді шығарып жүрген осылар. Егер осындай өлшемдерді ең биік жаңағы асыл мұрат дедік қой, егер соны қоғамға алып келіп бұлар қоймайтын болса, Қожа Ахмет Яссауилер, онда мына қоғамдағы жүрген еркектердің бәрі дін ұстадық дегендерінің өзінің физиологиялық мұқтаждықтарынан құтыла алмай, мына жаңағы Фрейдтің айтып жүрген жаңағы либидоның жаңағы неге әшейін сублимацияға айналу, яғни екінші бір күйге енуі, оның сексуалды құмарлықтары енді әйелге деген құмарлық деп айтуға ұялаттағыны негізі біз өлгеннен кейін хор қыздарын құшамыз дегенмен оны алмастырып жібереді. Негізі түбінде бір зат жатыр. Егер Фрейд тірі болатын болса, дәл осы хор қыздарына құштармыз деп айтып жүрген уағыздарды осы философия быт-шытын шығарып талқандап жіберетін еді. Айттым мен сендерге, сендердің мына қалауларының астында либидодан басқа, сексуалды құмарлықтан басқа түк жоқ деп айтқаным айда келдім мен, келмедім мен. Мен сублимация жасап, әйелге деген құмарлықты жұмақтағы хор қыздармен алмастырып отырсыңдар деп айтар еді ол. Ал осыны кім сындырады енді? Өмірдің асыл мұраты дейтіндер, яғни ер болсаң Құдайыңа жыла дегендер, Қожа Ахмет Яссауи сияқты сондай ірі тұлғалар сындырады оны. Ер болсаң Құдайыңа жыла деген. Сондықтан бұл өлшем қоғамға енбейінше,
мына ер азаматтардың сапасының артпайтын себебі сол. Бұны логотерапия не деп түсіндіреді? Адамның құны немен анықталады дейді. Мына адамның басы алтынға тең деп айту үшін сен қалай оның бағасын шығарасың дейді. Оның ұмтылған мәні қандай? Оның талап қылған мұраты не еді? Сол жолда қандай құндылықтар тұтынды ол деп оның ұстанған құндылығымен есептеледі. Қаншалықты ол құндылық сіңірді, қаншалықты маңызды хикметтерді бойына сіңіріп алды, ол сонымен ол адам құнды болып кете береді ары қарап. Ал егер ол бойындағы нәрсесін бәрін тастай салатын болса, ол ішіп жеп ұйықтай беретін адам ешкімге де қызық емес. Ол өлді ма, я өлмеді ма, ол дүниеде бар ма, жоқ па, ол жұрттың шаруасы. Енді әйтеуір уақыты толып өліп жатса, ағайын туысқан жабылып көмеді ғой енді бір нәрсе. Бірақ енді оны жоқтап отырмайды енді басына барып зиярат жасап. Көрдіңіз, сондықтан бұл жаңа Қожа Ахмет Яссауиге не үшін келіп жатсыңдар деген кезде, бұлар жаңа ultimate meaning, яғни ең жоғарғы деңгейді бірақ алады. Соған қарай тартылған кезінде қалған нәрселер. Енді оны соған қарай тартылған кезде адамның басқа потенциалдары ашылады. Басқа да қырлар өзі қашалып кете береді дегенде, оны side effect деп айтады. Болмаса by product дейді. Қазақша біз енді оны ырықсыз эффект деп отырдық. Сен жаңа дидар талап боламын деп ең асыл мұратқа қарай өзің өміріңді соған қарай бұрған кезінде, сенің өзің ойыңа келмеген, сен бойымда, менің бойымда ондай қасиет жоқ деген өзің байқамаған құдіретті адами қасиеттерінің бәрі, потенциалдарының бәрі ашылып, өзінен өзі шашыла бастайды. Бұл адамның жаңағыдай тәңірлік қыры дейді, халифалық қыры деп айтса болады. Жаңағы әу баста Құранда келетін жаңағы қала инна жа'лу фил арди халифа деп келетін бар емес пе? Қала инна Алла тағала аяттан шығып тұрған. Қала лилма инна Алла тағала қала وقال الله للملائكة وقال ұмытып қалып жарайтын керек жоқ. Басын бір сөз ұмытып тұрмын. Лилмалаикати инни жа'илу фил арди халифа. Құдай Құранда келетін жер бар емес пе? Мен енді жердің бетінде халифа жаратамын дегенде жаңа періштелердің бәрі шулап қоя беретін. Ойбай жаңа қан төгетін адамды қалай жаратасың дегенде, тоқтай тұрыңдар, бұның ішінде дидар талаптары болады, әлі мықтылары шығады, көресіңдер, қарап тұрыңдар деп тоқтататын. Сол осы өлшемді ұстап тұратын, ілімді үйрететін, насихаттайтын мектепті осы Қожа Ахмет Яссауи негізі жасап жүрген. Кейін сол мектептен тарап ол бертінге шейін келді. Қазақтың салт дәстүрлерінің бәріне ол енді дүниетанымына. Алысқа бармай-ақ қояйық. Мысалға ана біздегі рухани сұрақ жауап деген бар ғой, баланың идентификациясын анықтайтын. Сол жерде бар. Мысалға басыңда не бар? Тәждәулет, көзіңде не бар? Нұрмұхаммед, құлағыңда не бар? Азан қауымет, мұрныңда не бар? Ырзық жәннат, бетіңде не бар? Иба деп, тіліңде не бар? Кәләмі шахадат, қасында кәләмі құдірет деп келеді. Жарыңда не бар, кеудеңде не бар десе, жан аманат дейді. Тілегіңде не бар дегенде, дидар талап деп айтады ғой. Сол тілегіңде не бар деген, дидар талап деген ана балдарды, қыздарды кішкентай кезінен үйретіп жатыр ана қазақтар. Дидар талаппын деп айт дейді. Сонда ол қыз болса да, ер болса да, Алланың дидарын мұрат етіп соны алатын болса, ол ер категориясына көтеріліп кетеді. Сондықтан қоғамда ер деген категорияны арқалап жүре алатын мықты, мейлі қыз болсын, мейлі ұл болсын. Сондай тұлғалар көбейген кезде өмір сүру жеңіл дейді тағына. Мына жаңағыдай сіз айтып отырған псевдопсихологтар менен жаңағы алаяқ шарлатандардың бәрі өзі жаңағына күн түспейтін ұраның қуыс-қуыстарына кіріп, тек қараңғыда жүретін есек құрттар сияқты өздерінің ұяларына кіріп жоғалады. Сондықтан бұл ілімді қоймай насихаттай беретін себебі сол. Сондықтан жаңағы сіз айтып отырған жалған мотиваторлар мен алаяқ психологтардың қақпанынан, тұзағынан құтыламын деген адамдар бәрін қояттағына өзінің ата-бабасынан қалған құндылықтарын бәрін тұтынуға, сіңіруге, баласына үйретуге бет бұрады. Енді бет бұра ма, бұрмай ма, ол енді өзінің жеке шаруасы. Бет бұрса шықты қысымнан, бет бұрмаса ары қарап мыжылып кете береді соның салмағымен. Логотерапияның нәтижесі қалай болады? Егер бұның насихаттаушылардың саны өте аз болатын болса деген. Бірақ енді бір шетінен енді жаңағыдай бір Құдайдың да құдіреті, бір мысалға бір жақсы нәрсе насихаттау үшін жалпы халыққа тек қана радио, телевидениеге шығу керек деп айтатын тұғын. Ал бірақ қазір интернет заманы туды дағыны, Facebook пен Instagram, олар жайлап, YouTube үшіншісі ығыстырып бара жатыр. Яғни шынайы бір құндылық іздеген адамдар қазір мынандай белгілі бір идеологияның ықпалынан шыға алмайтын, саяси қысымның режимінің ықпалынан шыға алмайтын телерадиолардың шығарған өнімдерін көрмейді.
ол жерде қандай цензура бар екенін білет дағыны, олар оны қоспайды да, көрмейді да, ютубқа кіреді дағыны, өздерінің қалаулары бойынша іздей береді. Сондықтан көп мына шынайы ақпарат алғысы келетін адамдардың инстаграмға кетіп қалатын себебі сол. Ал енді бұл қазір инстаграмда, әлеуметтік желілерде бұл белсенді насихатталып жатыр. Соған орай бұған қызығып, бұны әр жерден андай үйірме қылып ашатын педагогтар да көбейіп баратыр күннен күнге. Мысалға бір ғана осы Түркістан қаласының өзінде мен білетін 2 ма осында қисса үйрететін үйірме бар. Біреуі Смарт бала деген орталық бар, екіншісін мен білмеймін, тағы да біреулер ашып істеп жатыр. Шымкентте мысалға 2 адам бар. Асылзат деген келіншек айналысып отыр, Гүлнара деген апай айналысып отыр. Балдардың бәріне бір үйреткенде әрқайсының мысалға 35, біреулердің лагерь ашқан, мысалға 150-ге жуық балдарға үйретеді осы қиссалар, сөйлеу өнерін. Ақтауда бар, мысалға Құттыбүлік деген, Атырауда бар, мысалға Ақтөбеде бар, осы қиссаларды, осы құндылықтарды үйретеді, Яссауи деген үйірме әншейін. Бір мұғалімнің өзі. Енді бұл адамдардың көбі бұл инстаграм арқылы кітаптарды сатып алып, балдарына үйретіп, өзінің қол тимесі сол үйірмелерге беру арқылы үйреніп жатыр. Ал енді болашақта ол қайтадан ол оқу жүйесіне кіре ма, ол кірмей ма, оны талап қылушы мамандар көбейе ме, көбеймей ме, оны мен білмеймін, оған мен жауап бермеймін. Ең бастысы біз өзіміздің қолымызға түскен кезде оған жабыстық, оқыдық, игердік, барынша қолдан келген жерге дейін ықпал ету аймағың дейді ғой, жаңағы ковидың айтатыны. Өзің ықпал ететін аймағыңмен айналысшы, айналайын дейді ғой. Қазақша оны көтере алмай шоқпарды беліңе байлама дейді. Сондықтан біз бүкіл Қазақстанды үйтіп жіберемін, бүкіл білім жүйесін өзгертіп жіберемін деген амбиция жоқ. Шамаң қай жерге дейін тартады, сол жерге дейін сапалы қызмет қыл. Қалғанын Құдайға таста, қалғанын сосын халықтың ішіндегі өзі ақыл-есі жандай мықтылары оны іліп алаттағын ары қарай тарқатып, үйірмелер ашады, мектептеріне салады. Мысалға неше түрлі сапалы педагогтар бар, көреді, үйренеді, алаттағын тәрбие сағаттарында кітаптарды қолданып отыра береді. Ондай да бар, үйірме емес, былай тәрбие сағаттарында кетіп бартқандар да бар. Сондықтан бұл енді көбіне қазір мынандай дін насихаттайтын адамдардың қолында емес, бұл логотерапияның болашағы, болмаса мына хикметтің, құндылықтардың да тетігін ұстап отырған дін насихаттаушы адамдар емес. Орта мектепте сабақ беретін мұғалімдердің қолында. Себебі біздің заманда оқушыларды тәрбиелеп, олардың көкірегіне осы құндылықтарды құятын сала қоғамда қабат сол мұғалімдер. Не олым орта мектепте сабақ беретін мұғалімдер көбірек тұтынса, ол соғылым тесті алып кете береді. Себебі баланың денесіне, бойына, көкірегіне бұл хикметтің бір дәні түсті ме, бір қиссаның бұл соның өзі тұтпай тұрады. Сосын мына қазақтарды айтатыны, бір жылдығын ойлаған ел, мына біздің кітаптардың девизі. Бір жылдығын ойлаған ел бидай егеді, 10 жылдығын ойлаған ел ағаш егеді. Мәңгілігін ойлаған ел баласының көкірегіне хикметтің ұрығын себеді дейді. Болмаса, мәңгілігін ойлаған ел баласының көкірегіне ізгіліктің дәнін егеді деп айта береді. Сол ол баламен жұмыс істеп отырған солар болғандықтан, сонда мен оны оқып, осындай ғылым бар деп табушымын, іздеуші. Сіз журналист ретінде оны, мынандай бар екен деп жалпы жұртқа жаюшы. Ойпырма мына бір карамат екен қолданайық деп қағып алушы мұғалім, ең соңғы тұтынушы оқушылар болады. Болды, осы 4 тізбекпен барады.